Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін маффины браунидың рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте қарапайым, әрі қолжетімді ингредиенттерден тұрады, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бөлме температурасындағы жұмыртқаны алып, үстіне қант салып, миксерлеп аламыз. Сары май мен шоколадымызды микроволновкада ерітіп, оны осы массамыздың үстіне құйып, миксерлейміз. Достар, сіздермен келесі видеода куриные наггетсінің рецептісімен бөлісемін, сондықтан да каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Миксерлеп болған соң, оның үстіне разрыхлитель салып, екеуін жақсылап араластырып, осы массаның үстіне електен өткізіп саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қажетті ингредиенттерді және де олардың мөлшерін видеоның астынан описаниядан көре аласыздар. Кондитерлік мешочекті алып, жаңағы массамызды ішіне құямыз. Формочкаларымызға құятын боламыз, бірақ тек ортасына дейін ғана толтырамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Осымен біздің маффинымыз дайын болды. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы да өте оңай. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Гүлім.